Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен жапондықтардың ең сүйіп жейтін десерттерінің бірі моти немесе мочидің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл десерт жабысқақ күріш ұнынан және әртүрлі салмамен дайындалады. Бұл десерт оңай және әрі тез дайындалатын десерт. Сондықтан менімен бірге болыңыздар, біз бастаймыз. Ең алдымен құрғақ ингредиенттердің барлығын жеке ыдысымызға салып біріктіріп аламыз. Оның үстіне краситель және сүтті қосып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Мен Ароидтың клейкий рис деп аталатын ұнын пайдаландым. Бұл ұн супермаркеттерде немесе корейлік жапондық тағамдар сататын жерде сатылуы мүмкін. Жақсылап араласқаннан кейін массамызды табамызға құямыз да табамызды төменгі отқа қоямыз. Міндетті түрде төменгі отқа қойыңыздар, жоғарғы отқа қойсаңыздар массаларыңыз күйіп кетуі мүмкін. Және осындай лопатканың көмегімен әрдайым араластырып тұруларыңыз қажет. Шамамен 20-25 минут уақыт кетуі мүмкін қамырымыз дайын болғанша. Басында қамырларыңыз жабысқақ болып табаның шетіне жабысуы мүмкін, бірақ кейін араластырып тұрып массаларыңыз ортаға жиналған кезде, қамырларыңыз біркелкі болған кезде дайын болғанын көресіздер. Ең бастапқы бетте осылай қолды алмай араластырып тұру қажет. Кейін осылай видеодағыдай массаларыңыз қоюлана бастайды, бірақ бұл әлі дайын деген сөз емес. Жалпы ары қарай араластыра бересіздер. Қамырларыңыз қай кезде дайын болады? Қамыр табаға жабыспай біркелкі болған кезде бұл қамыр дайын деген сөз. Мінекей қамырымыз дайын, көріп отырсыздар, табамыздан оңай жабыспай алынып жатыр. Енді осының үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып жібереміз. Сары май міндетті түрде сапасы жоғары болуы тиіс. Одан кейін қамырымызды жеке ыдысқа салып, майымыз біріккенше араластырамыз. Қолдарыңызға перчатки киіп алғандарыңыз жөн, себебі біз қолымызбен жұмыс жасаймыз. Енді осы майымыз қамырымызға жақсылап араласқанша қолымызбен араластырамыз. Басында қамырларыңыз ыстық болғаннан кейін үзілгіш, бірікпей сондай масса болады. Кейін араластыра келе қамырларыңыз суыған кезде қамырларыңыз біркелкі және иілгіш, созылғыш болып келеді. Мінекей көріп отырсыздар, қамырларыңыз осындай созылғыш, иілгіш, өте жұмсақ болады. Енді осы дайын болған қамырымызды жеке ыдысымызға салып, тоңазытқышқа салып қоя тұрамыз. Енді салмасына көшеміз. Салмасына мен қарақат жидегін пайдаландым. Қарақат жидегін блендердің көмегімен осылай жақсылап езіп аламыз. Оның үстіне қант пен крахмалды қосып, жақсылап араластырып аламыз да отқа қоямыз. Орташа отқа қоямыз. Яғни біздің салмамыз қоюланғанша араластырып тұрамыз. Қоюланғаннан кейін 30 секундтан кейін салмамызды оттан алып тастаймыз және суытуға жібереміз. Енді креміне көшеміз. Креміне мен сливочно-творожный сырды және 3 желанияның қойытылған сүтін пайдаландым. Сливочно-творожный сырымызды жақсылап араластырып аламыз миксердің көмегімен және оның үстіне қойытылған сүтімізді қосып, тағы да біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осылайша біздің креміміз дайын. Енді дайын болған кремімізді кондитерлік қапшыққа салып аламыз және салмамызды, яғни жидектен жасалған салмамызды да жеке кондитерлік қапшыққа салып алғандарыңыз дұрыс. Енді бағанағы тоңазытқыштағы қамырымызды алып шығамыз және қолымызбен жылытамыз. Яғни қолымызбен соза отырып қамырымызды жылытамыз. Басында үзілгіш болады, кейін соза келе, қолымызбен жылыта келе қамырымыз біркелкі, жақсы сондай иілгіш қамыр болып шығады. Дайын болған қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Яғни мен 8 бөлікке бөлдім. Жақсылап тұрып қамырымызды бөліп алғаннан кейін әрбір бөлігін крахмалдың көмегімен, яғни кукуруза крахмалының көмегімен жақсылап тұрып жұқалатып жайып аламыз. Қамырларыңыз тым жұқа да немесе тым қалың жайылмауы тиіс, орташа болуы тиіс. Осылайша дайын болған қамырымызды кішірек, кішкентай бір шұңғыл ыдыстың үстіне қоямыз. Оның үстіне дайын болған бағанағы крем-чизімізді саламыз. Оның ортасына салмамызды саламыз жидектен және осы салмамыздың үстінен қайтадан крем-чизбен салмамызды жабамыз. Енді осы қамырымызды хинкалиді түйгендей жан-жағынан жинай отырып, ортасына келтіре отырып осылай түйеміз және артық қамырды осылай қолымызбен алып тастаймыз.
Осылайша мотиларымыз дайын болды. Ары қарай барлық қамырды осылай жайып, осылай жасап аламыз. Осымен мотиларымыз дайын болды. Видеода көріп отырғандарыңыздай өте әдемі және өте дәмді болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Маған тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге тәтті әлемге сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.